Ассалаумағалейкум, құрметті арнамыздың көрермендері. Бүгінгі бейнеблогымыз Жамбыл облысы Талас ауданы Үшарал ауылында орналасқан тарихи маңызы бар ескерткіштер және осы ауылда орналасқан Ошақты руынан шыққан батыр датқалар жайлы болмақ. Жалпы Үшарал өңірі өзінің бай тарихымен бұрыннан белгілі. Бірақ бұл жайында YouTube әлеуметтік желісінде түсірілген бейнеблогтар тапшы. Осы себепті Үшарал ауылында орналасқан тарихи ескерткіштер жайлы түсіру үшін біз арнайы жолға шықтық. Құрметті арнамыздың көрермендері, арнамызға тіркеліп, қолдау көрсетіп, лайк басып, жылы пікір жазып, сілтемесімен басқа әлеуметтік желілерде бөлісе жүріңіздер. Абдолла Ишан мешіті өз заманында аса көрнекті дін қайраткері болып, замандастарын иманға шақырған Абдолла Ишан Сайдидің мешіті бүгінде жамбылдықтар үшін қасиетті орын саналады. Талас ауданының Үшарал ауылында орналасқан мешіт әр жылдары Жамбыл облысының республикалық дәрежедегі мемлекеттік тарих және мәдениет ескерткіштерінің тізіміне және рухани жаңғыру бағдарламасы аясында Қазақстанның киелі жерлерінің географиясы жобасы бойынша Қазақстанның өңірлік қасиетті нысан ретінде тізіміне алынған. Бұл мешіт жергілікті діндар Сайбаттала Хазрет отбасында дүниеге келген Абдулла Ишан Сайдидің құрметіне салынған. Аумалы, төкпелі заманға қарамастан қажылыққа 2 рет барған Абдулла Ишан жергілікті тұрғындардың өтінішіне құлақ асып, медреседе балалардың діни сауатын ашумен айналысқан. Өз ғұмырын толықтай тақуалыққа арнаған жан 1836 жылы дүниеге келген екен. Ата-анасынан жастай айырылып, жетім қалған баланы нағашы атасы бауырына басады. Әскери борышын генерал Перовскийдің әскери құрамында өтеген Абдулла Ишан патшалық империясы мен Қоқан хандығы арасында болған ұрыстарға қатысады. Әскерден соң Ишан көп ұзамай діни сауатын жетілдіруді мақсат етеді. Осылайша ол Бұхара, Хорезм, Стамбулдағы діни оқу орындарында ислам дінінің қыр-сырына терең бойлайды. Діни білім жетілдіру жолындағы 30 жылға созылған осы сапар кезінде 2 рет қажылыққа барып, Бұхара жерінде медресе ашып, шәкірт тәрбиелейді. Сөйтіп жүріп, араб, парсы тілдерін және шешендік өнерді де жетік меңгерді. Сопылық ілімнің жалғастырушысы ретінде Абдулла Ишан өзі туып өскен өлкеде де атақ абыройдан кенде болмады. Оның ізін жалғастырушылар да табылды. Осы Абдулла Ишан мешітінің тарихын терең білетін Үшарал ауылында тұратын кәрия ақсақал кісілермен бірге осы мешітке арнайы барып, ең бірінші ата-баба рухтарына бағыштап Құран оқылды. Әбдімәлік ұлы Бекбосын, 86 жаста, Үшарал ауылының тұрғыны, осы ауылдың сыйлы қария ақсақалы. Ел үшін, жер үшін, болашақ ұрпақтар үшін ұлы қыздарымыз бөтенлерге құл болып кетпесін деп, жауымен жан аямай соғысып, жауының қанын қылышпенен сапырған Халет Батыр ұрпағымын. Алтындың жылтырағын сынығын, Орбай халфенің әулетімін, Әбдімәліктің ұлы Бекбосын, еңбек қызыты ордың иесімін. 1805 жылы соғылған. Кім соқтырған сонда бұл мешітті? Қай не соқтырған бұл? Кім соқтырған дейді? Кім соқтырған дейді осы мені? Құлатай Қосым дейтін болған. Соның Құлатайға болсын деп, осы мешітке осы мешіт соқтыртқан. Шеберлер қақтың шақыртқан ма? Ташкенттен шақыртқан ба шеберлер соғатын ма? Ау. Шеберлер ше соғатын жағы, нелері? Қаяқтан келген?
Ustalar шаянан ек құйған ұсталарды. Анау кірпішін ауылда өзіміздің адамдар құйған, мына кірпішті. Шеңгелмен от жағып, күйдіріп, мешіттің кірпішінің ұсталары соққан. Ана соғын жаңа кісілер соққан. Содан мынау мешіт соғыларда адамдар жинап, ауылдың кәрелерді жинап, пәте алайын деп, жаңағы рұқсат сұрауын ғой жаңағы. Сол сапаңдатқа дейін датқа болған. Содан сұраған сағын оқысы кідіріп тұрып қапты ғой. Сосын былай шыққасын, ол пәте сұрағанда кідіріп тұрып қалды, неге тұрып қалдыңыз депті ғой, кәрелері. Ай, толық күтпей қалау депті ғой. Сол кейін анау Абдулишан қайтыс болып кетті де, толық күтпей қалды. Аяқ жағын өзінің әнесі Айдауажы дейтін әнесі сол аяқтады, сөйтіп барып бітірген. Совет үкіметі тұсында бұл мешіт қандай мақсатта болды? Бұл білесің ғой, Совет үкіметі тұсында да, Совет кеңес үкіметі тұсында. Бұл мешіт пайдаланды ма? Пайдаланып отырды ғой, кезінде Совет үкіметі неғадан бар бұл тоқтатып қойды. Дінге қарсылық болды ол уақытта. Намаз оқи, тығылып оқу намазын, үйінде кітап оқи алмай. Сол кезде бұл мешітті не қолданды, қандай мақсатта? Басқа контор қылды ма, өкімет үйінде қылды ма, не қылды? Бұл мешітті олар намаз оқытып алғаннан кейін мынаны зәгөттеріне қылып, бидайды осында төккен. Зәгөттеріне қылған. Кейін бір совхозда ветврач болып істеді, бір қазақ кісі, біз жас мұнда қайтыс болып кетті. Сол айтып отырды, кейін оғын шошқа қамат деді, тақпы шошқа сұрады өкімет. Осының ішінде ма? Иә. Одан жаңағы осының ішінде шошқа піштім деді, врач. Өкіметтің істетпеген бәлесі жоқ дейді. Істемесе оны амал жоқ, не қылмайды дейді. Дінге қарсылық қылған ғой. Атеистер болды. Иә, дінге қарсылық. Дінді жою керек деген мақсатпенен. Міне, құрметті көрермендер, біз осы ескі мешіттің ішінде жүрміз. Қазір мына мешіттің ішіндегі мынандай ілінген екен қабырғасына. Мешіттің ішінде жазылған түрлі плакаттар. Бұл мешіттің соғылған жылы 1805 жыл соғылған екен. Бұрын ескі мешіт болған. Совет үкіметі тұсында бұл мешітті, өзді білесіздер өздеріңіз, атеизм дамыған кезде бұл мешітті қора ретінде пайдаланған. Колхоздың астығын сақтаған. Абдолла Ишан 1914 жылы өмірден өтсе де, оның құрметіне соғылған мешіт әлі күнге дейін жергілікті халық үшін діни мінәжат ететін орын қызметін атқарып келді. Күйдірілген кесектен салынған көк күмбезді мешіт барынша сән салтанатпен салынған. Уақыт өте мешіт ғимаратының күмбездері мүжіліп қираған. Сондықтан 1947 жылы 2004 жылдар аралығында қайта қалпына келтіру жұмыстары жүргізілген. Қабырғаларын беру ету мақсатында оның жекелеген бөліктерін қайта тұрғызуға тура келген. Расында 100 жыл бұрын салынған бұл мешіттің уақытысына төтеп беруі және оған қоса атеизмді ұрандатқан өкімет жандайшаптарының қирата алмауының өзі бұл мешіттің киелілігін нақтылай түседі. Және осы Үшарал ауылының жергілікті тұрғындарының айтуынша қарағанда, осы Абдолла Ишан мешітінің күмбезінің төбесіне бір жылдары дегелек құсы ұя салған екен. Дегелек құстың бұл мешіттің төбесіне ұя салуын жергілікті тұрғындар киелі санап, бұл құстың жылда осы ұяда балапан басып, ұядан шығаруына еш кедергі жасамаған. Тек атеизмді насихат еткен кейбір адамдар осы құстың ұясын бұзып тастағанын ауыл адамдары қынжылай еске алады. Өзімізде мектепке қатынаймыз науменен. Сонда осының ішінде сиыр, жылқыма үйездеп тұратын ашарбақ жоқ, есік ашық.
кейін рұқсат етілді, бұрынғы ескі мұраларды неғілу керек деген мақсат болғаннан кейін соның қайтадан халық жиналып, ішін тазалап, тазартып, ішін жуып, қайтадан реттеп, қалыпқа келтірді, сол намаз оқып жүрді. Сонымен қай жылы қайтадан не қылды? Совет үкіметі тараған соң қайтадан мешіт қылды ма бұны? Қайтадан мешіт қылды ғой, жаңа тазалап не қылған кейін. Совет үкіметі құлағаннан кейін, 91-де ма, или қай жыл? Бері жөндеді. 90-нан бері қылды. Сонда бұған өкіметтер жын шайтан да қарсы болған ғой. Алғашқы соғылғанда адам ол уақытта көп халық, қазақ, корея кісілер көп қой ол уақытта, бұндай емес. Соның бәрі осы үй тола ішінде отқанда жаңағы әкесі Қаурымбай деген кісі болған, соғысты болған. Дию, дінге қарсы. Таңнан мешітті көтеріп дейді ғой. Іргесін қарсы түйемасында көтеріп, ел айқайлап, дуа оқып, шөйіп барып басылды дейді. Құлатпақшы болған, діндер, шайтан диюда қарсы болған ғой. Елдің бәрі шаршап жатып, түнімен отырады ғой бірада, ол уақытта. Түнімен отырып, аладан таңға жақын шаршап, елдің бәрі қисайып, ұйықтап қалса керек. Абдулла Ишанның орнында, біздің әкеміздің әкесі Қаурымбай деген кісі хальфаға тағынаған. Сол кісі қасына барып отырды. Екі жігіт қойып қойған есікті ашып жауып тұратын. Есік ашық қалмасын, жауып қойыңдар деп. Адам кірес шығады оған дәретке. Есікке қарай тұра жүгірді, тұра жүгірген. Мен де ұмсылдым да кесемді, кестен қарасып дейді. Ондай жерде бір сабалақ сары ит келатыр дейді. Жүніс сабалақ дейді. Ясын сүресін оқып тұра қалды дейді. Сүйен есіктің алдына келгенде дәу үлкен тайөгіздей болды жаңа итті үлкендігі дейді. Су деп яғаға дем салды, дем салған уақытта ауыздан қызыл шоқ шығып, жағаның үстіне барып жабасы шыңғырып жөнелді дейді. Соны бана жігіттер тұрғызып ұрсып, ана мәлім келіп есіктен қарасын ата жатқан адам бәрі набыт болады. Жын ғой қарсылық, қарсы ғой дінге қарсы. Адамдардың бәрі набыт болады. Деп ұрсып екеуін тұрғызып, сөйтіп не қылды дейді. Бағым сол уақытта өкіметте қарсы болған, дінде қарсы болған. Жаңағы кісілерден қасиетті адамдар болған ғой сондай. Жақсы дүние жас ұрпақтың жақсылыққа насихатшысы болады. Абдолла Ишан мешіті бүгінде Жамбыл облысының республикалық дәрежедегі мемлекеттік тарих және мәдениет ескерткіштерінің тізіміне және 2017 жылы рухани жаңғыру бағдарламасы аясында Қазақстанның киелі жерлерінің географиясы жобасы бойынша өңірлік қасиетті нысандар тізіміне енді. Енді болашақта тарихи мешіттің әрбір құндылығын көздің қарашығындай сақтап, ұрпаққа аманаттау біздің міндетіміз. Құрметті көрермендер, осымен біздің бүгінгі Абдолла Ишан мешіті жайлы бейне блогымыз аяқталды. Арнамызға тіркеліп, қолдау білдіріп, лайк басып, жылы пікір жазып, сілтемесімен басқа әлеуметтік желілерде бөлісе жүріңіздер. Біз сіздермен қоштаспаймыз. Тек келесі кездескенше Алла амандығын берсін дейміз.